Ал енді фотоларымызды жандандырып, дыбыстар қосайық, иә. Естеріңізде болса, синтекс AI боты туралы айтқан кезде мен сіздерге ең басында ChatGPT-ге не жазу керектігін айтқан тұғынмын. Сол нәрсені осы ChatGPT-ге жазып, қайтадан кадрымыздың сценасын баяндап беруін сұраймыз. Іс-әрекетті персонажды орысша тілде жазамыз, ол бізге ағылшынша промпт жазып береді. Промптты копировать етеміз, синтекс AI ботына барып, аудиограммды таңдаймыз да, осында вставить дейміз. Аудиограммның ең жақсы жері, бұл жерде біз стиль таңдай аламыз, кинематографический немесе анимационный неше түрлі стиль таңдай аламыз, және де формат таңдай аламыз. 9:16, 1:1 немесе 16:9 деген сияқты. Еще аудиограмм фотоны өте тез генерировать етеді. Фотомыз дайын, енді осыны аламыз да, видео будущего барып, клинк 1:6-ны таңдаймыз. Мен сіздерге именно клинкті таңдаңыздар демеймін. Хайло бар, Sora, Runway бар, басқа да түрлерін қолданып практиковать ете беріңіздер қолдарыңызды. Клинкта біз фотомызды бірінші жібереміз, одан кейін сіздер сообщение келеді настройки деген. Ғана ChatGPT-ден алған баяндамамызды копировать етіп, осында запросқа вставить дейміз. Осы көрсетілген функцияларды таңдаймыз, сол кезде бізге и точный генерация жасап береді. Ары қарай келесі кадрымызды GPT-ге жаза берейік. Бұл жерде де біз басында белая рубашка в джинсах деп айттық қой, то же самое. Осында да айтуымыз керек. Рыжий кот в белой рубашке в джинсах деп, сол кезде бізге сол кошканың кейпін, персонажын береді. Копировать етіп, тура бағанағыда аудиограммға барып, салып, копи-пест, солай жасай береміз. Міне суретімізді алдық, қайтадан клинкқа барамыз. То же самое копи-пест, фотомызды жібереміз, бүкіл функцияларды таңдаймыз, сгенерировать видео дейміз. Міне осылай ойыңызда бір идеяңыз, бір историяңыз болады, соның әр кадрын фото жасайсыз, генерация жасайсыз, фото, генерация. Осылай әрқайсысын кіріп шығып, копи-пест жасайсыз. Енді 3 кадрлық видео дайындадық. Енді осыны CapCut'қа барып, жүктеп, дыбыстарды саламыз. CapCut'та звуковые эффекты деген жерде неше түрлі звуктарды таба аласыздар. Бірақ ол жақта тек ағылшын тілінде жазу керек. Сол үшін, егер сіздер ағылшын тілін білмесеңіздер, Google'дан переводтап жазып, звуктарыңызды таңдаңыздар. Мен даже ағылшын тілін білсем де, иногда кейбір сөздерді ұмыт қалам. Сол үшін мен де Google'ға кіріп, барлығын переводтап, сұрап, сөйтіп, нақты бір звук шығаруға тырысамын. Осындай результат бізде шықты. Сіздерге ұнады деп үміттенемін, пайдалы болды деп сенемін. Сұрақтарыңыз болса міндетті түрде жазыңыздар, сұраңыздар, жауап беруге тырысамын. Сәттілік сіздерге.